Жекпе-жек өнерінің бір түрі саналатын қазақша күрес ерте заманнан белгілі. Қазақша күресте балуандар матадан тігілген белдігі бар арнайы киім киіп күреседі. Күрестің мақсаты қарсыласты арқасымен құлату. Бір балуанды екінші балуан кілемге құлатқанда жарыс аяқталады. Өйткені қазақша күресте аяқпен тік тұрып қана күресуге рұқсат етілген. 20 ғасырдың басына дейін қазақша күресте балуандарды салмағы бойынша бөлу болмаған. Сондықтан олар кім мықты сол жеңеді деген қағидамен ғана күресіп келген. Балуандарды салмағы мен жасына қарай іріктеу 20 ғасырдың 30 жылдарынан бастап қана қолданыла бастады. Бүгінде қазақша күресте ұлттық ерекшеліктер сақтала отырып, күрестің одан әрі дамуына оң ықпал ететін әлемдік күрес өнеріндегі озық бағыттар да ескерілуде. 2000 жылы қазақша күрестің ережелері бекітілді. Сол ережеге сәйкес жарыс 7 салмақ дәрежесінде өткізіліп келеді. Қазақша күрестен бірінші ұлттық чемпионат 2000 жылдың 15-16 желтоқсан күндері Астана қаласында өткізілді. Бүгінде қазақша күресті әлемнің көптеген елдері мойындап үлгерді. Ал Қазақстанда қазақша күрестен ұлттық федерациясы құрылды. 2016 жылы ЮНЕСКО қазақша күрестің қауымдастықтар арасындағы төзімділік, ерік пен ынтымақтастық қағидаларына негізделген қарым-қатынастарды нығайтудағы ықпалын ескере отырып, бұл жарыс түрін адамзаттың материалдық емес мұрасының репрезентативті тізіміне енгізді.